мантыны жасаған кезде ең бірінші нанымды илеп қоямын, илеп қанып тұрсын деп. Сол нанды илеп, картошкамды, сәбізімді, редкамды бәрін, үйде не бар соның бәрін алдым да аршып, жуып, шайып қойдым да, газға қазанымды қойып, етімді турап алдым, тез етімді турап алдым, көбіктап, майды онша жемеймін, сол үшін кішкене ғана қостық. Содан кейін қызып тұрған майға етті қуырып аламыз. Тез пиязымды турадым. Бір кішкене чеснок қосып жібердім. Одан кейін сәбізімді солонка қылып турадым. Сәбіздің бәрін 2 сәбіз қостым. 2 сәбіз солонка қылып турағаннан кейін оны қуыруға салдым. Одан кейін помидорымды турап салдым. Редкамды тоже сразу салдым, солонка қылып турап. Одан кейін картошкамды солонка қылып турадым. Сөйтіп бәрін қосып, солонка қылып турап, қуырып, томатымды салдым, кішкене ғана қостым, помидор қостым өйткені. Одан кейін тұзын бәрін салып, 1 кружка су құйып қойдым газға, астын басып, нанымды жайып, турап, май жағып, одан кейін подливтің үстіне осылай салып пісіріп алдым біріншісін 15-20 минут. Одан кейін тағы екінші күлшемді жаю үшін 1 кружка, жарты кружка су құйып жібердім да, тағы да екінші нанымды илеп